Бірінші тәжірибе. Статикалық жұмыс кезінде қажу. Сыналушы массасы 1,5 килограмм жүкті алып, оны денеге тік бұрышпен бір жаққа қарай қолын созып ұстайды. Бұл кезде біз секундомерді қолданып уақыт қосамыз. Уақыт кетті. Созылған қол деңгейінде тақтаға бормен белгі жасалады да, біз ақылды тақтаға сызып қойдық. Бор тақтаға да сызып қойға болады. Қолдың белгіден ауытқу байқалады. Бұлшық еттің қандай уақытта қажыған тіркеледі. Бізде қазір 24 секундтан асты. Қолдың қажуы әлі көрінбеді. Біз байқағандай 44 секундта қол астыға түсті. Ары қарай. Енді сыналушы массасы 3 кг жүкті алады. 3 кг салмақпен тәжірибе жасау үшін екінші, үшінші пункт қайталану керек. Қол көтеріледі, секундомерді қостық. Енді күтеміз, қашан қол астыға түсетін. 13 секундта бәріміз байқағандай қол астыға түсті. Бұл не деген сөз? Масса үлкенірек болған сайын бұлшық ет қажуы тезірек болады.